2030 жылға қарай планетадағы әр үйде, сіздің үйіңізде де кемінде бір көмекші робот болатынын білесіз бе? Осы 10 жылдықтың соңына қарай үй шаруасының 40%-ын роботтар атқарады және олардың бағасы арзандай береді деген болжам бар. Қазір робототехниканың дамып жатқаны сонша, білім беру, қызмет көрсету, өндіріс, медицина, смарт үйлер және тағы басқа көп саланың роботсыз күні жоқ. Енді алда не күтіп тұр және бұл үрдіс қалай басталды? Бұған жауап алу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Бүгін робототехника туралы айтамыз. Тақырып ұнаса және тағы басқа видео күтсеңіз, арнамызға жазылып, лайк басыңыз. Бұл Қаланы Лайв. Біз бастаймыз. Роботтар адамды ең күтпеген жерде алмастырып жатыр. Мысалы, өткен ғасырда араб елдерінде түйе жарысына қатыстыру үшін Үндістан мен Пәкістан сияқты елдерден адам ұрланған. Оның ішінде көбісі кедей және олардың кішкентай балалары. Оларды еркінен тыс түйе шабандозы еткен. ЮНИСЕФ ұйымы бұған қарсы шығып, жарысқа балалардың қатыстыруын тоқтатты. Ал олардың орнына түйенің үстінде кім шапты деп ойлайсыз? Дұрыс, роботтар. 2003 жылдан бері араб елдері түйе жарысына арнайы шабандоз роботтарды пайдаланады. Алғашында түйелер олардан үркіп еді, роботтардың үстіне киім кигізіп, адамға ұқсас етіп жасағаннан кейін үйреніп кетті. Қазіргі таңда миллиондаған роботтар адам қызметінің барлық саласында қолданылады. Курьер, есепші, кассир, аудармашы, диспетчер, тіпті мұғалім сияқты мамандықтарды машиналар басып алып жатыр. Жақын болашақта бұл қатарға такси мен автобус жүргізушілері, фармацевттер, кітапханашылар, спорт төрешілер мен басқа да көптеген мамандықтар қосылуы мүмкін. Адам баласы кез келген бұйрықты орындайтын жансыз көмекшіні жасауды ертеден армандап келеді. Көп халықтардың мифтерінде мысалдар бар. Ал тарихшылар алғашқы робот механизмі ежелгі Грециядан шықты деген пікірде. Ол бұ арқылы ауада ұшатын көгершіннің ойыншығы болды. Оны ойлап тапқан Архит есімді ғалым, философ, математик әрі Платонның досы. Басқа деректер бойынша Византияда, ежелгі Мысырда да соған ұқсас эксперименттер көп болған. Көбі біле бермейді, бірақ механиканың нағыз шебері шығыста болған. Оның аты Исмаил әл-Джазари. Ол көптеген жаңа механизмдерді ойлап тапты. Ең танымалдары піл тәріздес үлкен сағат пен әдісі әлі күнге дейін қолданылатын автоматты қол жуу құрылғысы. Әл-Джазари сонымен қатар иінді білікпен клапан сорғысын ойлап тапты. Оның механикалық құрылғылары туралы білім кітабында әртүрлі 50-ге жуық механизм сипатталған. Оның ішінде барабанда ойнайтын роботтар, көтпен жабылатын пульттар, музыкалық автоматтар, механикалық фонтандар және тағы басқасы бар. Әл-Джазаридан кейін бұл салада ғасырлар бойы Леонардо да Винчи және басқа ғалымдар бір-бірінің еңбектерін жалғастырып келді. Механика саласы серпе мен маятник шыққан кезде дамса, нағыз революция электр қуатының пайда болуымен басталды. Бір қызығы, робот деген сөз кейіннен шыққан. Оны алғаш қолданған чех жазушы Карл Чапек, ал мағынасы бойынша орыстың работа сөзіне ұқсас мәжбүрлі еңбек деп аударылады. Роботтарға қатысты осындай 3 негізгі заң бар. Оларды және робототехника сөзін жазушы Айзек Азимов ойлап тапты. Бүгін әлемде роботтың түрі өте көп. Ойыншықтар, ұшатын дрондар, өндіріс пен құрылыс роботтары, медицина мен басқа салаларда қолданылатын машиналар. Соңғы жылдары робот шаңсорғыштар көп үйлерде бар. Тіпті қарапайым банкоматтың өзі ақшамызды санап беретін робот болып саналады. Мысалы, мына Сауль роботы ультракүлгін импульстармен, микробтармен вирустарды жоя алады. Мини Андрос робот сапері әскерде көмектеседі. Ал Helpmate деген робот-курьер тапсырыстарын тез жеткізіп береді. Сонымен қатар роботтар көлік жүргізеді. Мұхит түбіне сүңгіп, аспанда ғарыш станцияларында салуға көмектеседі. Айтпақшы, сізге ғарыш тақырыбы қызық болса, біздің мына видеоны міндетті түрде көріңіз. Роботтар әртүрлі апаттардың салдарымен күресуге де көмектеседі. Жапониядағы АЭС жарылған кезде тек роботтар ғана балқыған реакторға кіріп, жағдайды бақылауға мүмкіндік берді. Таңғаларсыз, бірақ Украинадағы АЭС-тің жарылуы кезінде де механикалық құрылғылар көмектескен. Роботтардың өз әлемдік танк залы да бар. Оған шынайы және қиялдан туған роботтар кіреді. Терминатор немесе Валли сияқты кино кейіпкерлерімен бірге тізімде шынайы роботтар бар. Алғаш рет жасанды интеллектті пайдаланған Шейки роботы адам тәріздес Азимо, Айбо мен Биг Дог робот иттері және Марсқа жіберілген 2 ровер бар. 20 ғасырда робототехника екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қарқынды дами бастады. Бұл екі өнертапқыш осы саланың бастаушылары болып саналады. Олар алғашқы өндірістік робот қолды жасап, оны кейін General Motors зауытына орнатты. Бұл өзгеріс машина құрастыруды жылдам әрі арзан етті.
Оны түсінген басқа кәсіпкерлер робот саласына көп инвестиция құйып, компаниялар күрт көбейе бастады. 13 жылдан кейін осы Unimation Жапонияға роботтарды Азия нарығына жасауға лицензия берді. Осы келісім арқылы бұл елде алғаш өндірістік робот шықты. Ал Жапония бірнеше жылға робот саласының әлемдегі көшбасшысына айналды. Уақыт өте келе әлемде робот жасайтын стартаптар көбейді. Автоматты механизмдерге сұраныстың артқан сонша 1980 жылдарға қарай робототехника әр дамыған елде өз орнын тапты. Жансыз көмекшілер жасайтын салаға қарапайым халық пен бұқаралық ақпараттар қатты қызықты. Роботтар әртүрлі сенсор, сканер мен камералардың арқасында күрделі жұмыстарды жасай бастады. Мысалы, оның ішінде футбол ойнау да бар. Компьютер адамның ақылды екенін көрсету үшін көбіне шахмат ойын пайдаланады. Ал адам роботтан икемді екенін футбол ойнаумен дәлелдейді. Бірақ бұл жағдайда халықаралық робофутбол ұйымы өзгертпек. Қазіргі робот футболшылардың чемпионаттары күлкілі көрінеді. Машиналар баяу қозғалып, жиі сүрініп, бір-бірін құлатады. Бірақ олар қимылдарын толық автономды түрде жасаудың өзі үлкен жетістік. Ұйымның мақсаты футбол ойнаудан роботтар адамдар құраматын жеңетін күнге жету. Өте жылдам дамып жатқан робототехника саласында трагедиялар да болды. Тарихта ең бірінші робот қолынан Ford зауытының қызметкері қайтыс болды. Оны робот қол байғаусыз басып кетіп, бұл оқиға салаға көп сын мен қоғамда пікірталастар тудырды. Сондықтан қазір адамдармен бірге жұмыс істейтін қауіпсіз коботтар алға шықты. Олар жеңіл әрі сенсорлары мықтырақ болғасын, адамдармен бірге қауіпсіз жұмыс істей алады. Әлемдегі қазіргі жағдайға келсек, робот жасау саласында жетекші орынды ақш алады. Бұл елде дамыған зерттеулер жүйесі алып университеттер мен кәсіпкерлік мәдениет қалыптасқан. Boston Dynamics және Tesla сияқты компаниялар өзі жүретін көліктер мен адамға ұқсас роботтарды дамытып жатыр. Америка оған қоса көптеген конференциялар мен жарыстар өткізіп, әлемнің түкпір-түкпірінен дарынды мамандарды өздеріне тартады. Азияға келсек, бұл ең тез дамып жатқан аймақ. Патенттер бойынша Қытай көп жыл бойы әлемде бірінші орында. Әрбір үшінші робот Қытайдан шығады. Ал олардың таралуы бойынша бұл ел әлемнің үздік бестігіне кіреді. Өндірістік роботтар нарығын мына 5 мемлекет бөліп алды. Қызығы, осы елдер технологиямен бәсекелесіп жатса, Сауд Арабиясы оларды роботтар құқығы бойынша озды. Эр-Риядта тарихта тұңғыш рет роботқа елдің азаматтығы берілді. Бұл елде шетелдік жұмысшыларға азаматтық берілмесе де, София атты роботтың жолы болып, өз атына жеке куәлік алды. Роботтарды қолдану жағынан жүк тасымалы саласы көштің басында. Бұл автономды арбалар, ораушылар, сұрыптаушылар, курьерлер және тағы басқа. Amazon компаниясының есебі бойынша адам 1 сағатта істеген жұмысты робот 4 есе жылдам бітіреді. Логистикадан кейінгі орындарда әскери роботтар, қоғамдық орындарда жұмыс істейтін ауыл шаруашылығы мен медицинада қолданылатын роботтар. Қазақстанда робототехника саласындағы жетістіктер әзірге тек мектеп оқушыларының еншісінде. Жақында Грецияда өткен жарыста біздің балалар 3 дүркін әлем чемпиондары атанды. Оған дейін осы чемпионатта әртүрлі құраммен 2 рет жеңген. Және бұл сенсация туралы жазушы Әсет Сыздықов кітап жазды. Жалпы дүние жүзінде робототехника үлкен индустрия болса да, елімізде әзірше ол соншалықты өзекті емес. Болашақта қазіргі оқушылар инженер болып, Қазақстандағы роботизацияны дамыта бастағанда, бұл жағдай өзгереді деген үміттеміз. Қазір әр аймақта робототехника клубтары немесе мектептерде арнайы үйірмелер ашылуда. Білім министрлігінің мәліметінше, елде 3000-ға жуық робототехника кабинеттері бар. Бұл мәліметті тексеру қиын. Сондықтан сіздің мектебіңізде осындай кабинет бар ма, және сізге бұл сала қызық па? Астына пікірге жаза кетіңіз. Болашақ туралы айтатын болсақ, алдағы жылдары үйде қолданылатын және медицинада көмектесетін роботтар көбейе түседі деген болжам бар. Одан кейінгі қадам роботтардың өз-өздеріне қызмет етіп, басқа машиналарды жөндеп үйренуі. Сонда ғана олар адамдармен 100% бәсекелесе алады дейді ғалымдар. Қауіп туралы айтатын болсақ, жасанды суперинтеллект мәселесі де бар. Ғалымдар адамзатты жоя алатын 4 құбылысты айтады. Олар ядролық қару, экология, биотехнологиялар және осы жасанды суперинтеллект төндіретін қауіп. Қазір пікірлер екіге бөлінді. Біреулер роботтар бізге бәле әкеледі десе, басқалары олардың өмірді жеңілдетіп, адамның дамуына көмектесетінін айтады. Ал кімдігі дұрыс, тек уақыт қана көрсетеді. Бүгінге осымен тамам, кездескенше.